Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі топтамада өкпе, реніш, қызғаныш туралы нақыл сөздермен бөлісетін боламын. Ең өкініштісі, адамдар өздерінің мінез-құлқымен, іс-әрекеттерімен біздің оларға деген барлық жақсы сезімдерімізді біртіндеп өлтіреді. Өз тағдырына риза болмағандар басқаның бақытын қызғанады. Шындықты бетке айтсаң болғаны, сен сол сәттен ақ жек көрушіліктің объектісіне айналасың, және ең сорақысы, олар дос жақындарың болғанда. Адамның жан дүниесіне шеге қадаған кезде есіңде сақта, қағылған шегені кешірім сұрап алғанымен сен онда орны толмас жара қалдырдың, және ол өте ұзақ уақыт бойы өз иесіне ауыртпашылық әкеледі. Сондықтан сені жүрегімен жақсы көретін адамдарды еш уақытта ренжітпе. Жүрекке ең өткір тиреуіштер жақындарыңның қолымен тығылады. Жылдар өте келе түсінесің, айналаңа тым ашық болып барлығын айта беру еш жақсылыққа әкелмейді. 100 рет көмектессең де оны ұмытып кетеді, ал бір кезде жоқ десең, оны өмір бойына есте сақтайды. Байлықта достар көп, ал кедейлікте тіпті туыстарыңды да таппайсың. Өмірде жақын адамдар бар, сен олардан үміт күтіп отырғанда, олар сенің аяғыңнан шалып қалады. Біз әрқашан басқалардың сезімін жаралауға қорқамыз, ал біздің сезімдерімізбен ешкімде санаспайды. Өмірдегі ең бастысы байлық пен ақша емес, ең бастысы жақындарың мен туыстарың саған сатқындық жасамай, түсіністік танытқан кездегі. Сенің жан дүниеңе түкіретін сан түрлі адамдар бар, және ең қызығы, осылай жаса отырып, олар сені емес, сен оларды ренжіткендей айналаға паш етеді. Сонымен қоса кешірім сұрауыңды да талап етеді. Кей адамдарға жақсылық жасасаң да жақпайсың, нәтижесінде сені кім сұрады деп өзіңе бас салады. Осыдан ұққаным ең бастысы, шын жүрегіммен бізбен бірге болуды қалаған адамдарға ғана барлық уақытымызды арнау керек екен. Кейде біз ең жақын, сүйікті адамдарымызға өте немқұрайлы қараймыз. Құтты оларда еш уақытта айырылмайтындай, ал шындығында оларды жоғалтып алу туралы ойдың өзінен шошынамыз. Жақындарыңызбен тағдырды сынамаңыздар, өйткені адам қарым-қатынас темірме емес, нәзік шыны сияқты, бір күні сынса оны жинай алмайсың. Неге біз көп жағдайда басқа адамдармен кездесуді аса қуанышпен күтеміз, бірақ әрқашан дерлік туыстарымызбен жақындарымыздан алысқа қашқымыз келіп тұрады. Адамдардың саған жасаған қылықтарын өздеріне жасайтын болсаң, түк түсінбегендей таң қалып, кейде өкпелеп те жатады. Ешқашан өзің туралы жаман сөйлеме, себебі ол үшін көршілер, жақсы деген достар және ренжулі туыстар бар. Егер сен өз өміріңді бұзғың келмесе, дәл қазір өз өмірін бүлдіріп үлгергендерден аулақ бол. Өмірдегі ең қиын таңдау ол алдыңдағы көпірлердің қайсысынан өтіп, қайсысынан өрттеп кету екендігі. Адамдарды кедейлік немесе байлық бүлдірмейді, тек қызғаныш пен тойымсыздық. Егер сен туыстарыңмен қарым-қатынасты бүлдіргің келмесе, ешқашан және ешқандай жағдайда олармен өзіңе қатысты маңызды нәрселерді талқылама. Маған өмірде қаныммен емес, іс-әрекеттерімен туыс болып кеткендерге мың алғыс білдіремін. Егер туыстарың сені қиналған сәтіңде естеріне алмаса,
онда өмірің жақсарған кезде сен де оларды есіңе алма. Дүниенің нашарлығына соншалық алдыңда ниеті таза, шынайы адам тұрса да, бәрібір бойынан қандай да бір мініздей бастайсың. Жақын адамдарыңды тағы бір рет құшақтап, оларды қаншалықты жақсы көретініңді айтуға қорықпа. Жақсы әрекетің жетіспей қалғанша, бір ретке артық болғаны жақсы. Ата-аналардың балаларына қалдыра алатын ең бай мұрасы әке мен ана туралы нәзік естелік пен бақытты балалық шақ. Адамның сөздерінің талабы биік, бірақ істерінің өте төмен болғаны жиіркеніш сезімін тудырады. Бірақ шындық осындай. Туыстарың қандай жақсы болса да, әйтеуір бәрібір сені жек көрудің себебін табады. Қызғаншақ адамдар өз қолдарынан келмейтініңді жиі сөз қылады. Айыптайды және сынай береді. Шындығында олар ешқашан ондай биіктерге қол жеткізе алмайды. Егер жақын адамдарың сенің көз жасыңа себепкер болып жылататын болса, онда бұл ашық сөйлесудің және эмоцияларыңды білдірудің ең жақсы уақыты болуы мүмкін. Жүректе жалғыздық орнаған кезде, ең жақын адамың бөтен сияқты болған кезде, аспанға қарап терең демал. Есіңде болсын, Аллах тағала әрдайым сенің жаныңда. Бір сәтте маған мен жайлы туыстарым не ойлайтынына бәрібір болды және дәл сол кезде өмір сүруім жеңілдеген сияқты болды. Туыстық қарым-қатынастағы ауыртпашылықтан қашу бұл отбасыңды сүю болып саналмайды, тек өз-өзіңді сүйетініңді білдіреді. Туыстарыңмен жаға жыртыспа, тек оларды жақсы көретініңді айт. Адамдарға біздің үмітімізді ақтамағандары үшін ренжудің қажеті жоқ. Біз өзіміз кінәліміз, өйткені біз олардан күштері жетпейтін биіктерді күттік. Жақын адамдардың арасында өзгенің бақытты болғанын көре алмайтындарының болғаны өте өкінішті. Жалған адамдардан маған тек бір нәрсе ғана керек, бұл олардан аулақ болу. Егер сен туыстарыңмен қарым-қатынасты бүлдіргің келмесе, ешқашан және ешқандай жағдайда олармен өзіңе қатысты маңызды нәрселерді талқылама. Ең ауыр тиетіні сатқындықтың өзі емес, сатқындық жасаудың бағасы. Жақын адамдарыңды тағы бір рет құшақтап, оларды қаншалықты жақсы көретініңді айтудан қорықпаңыз. Жақсы әрекетің жетіспей қалғанша, бір ретке артық болғаны жақсы. Саған жақын адамың опасыздық жасаған кезде сен оң қабаттан құлап, бірақ тірі қалған адам сияқты өзіңді сезінесің. Өмір тым қысқа, сондықтан оны жанжалмен, әсіресе қасиетті отбасы ішінде зая кетіруге болмайды. Туыстарың қандай жақсы болса да, әйтеуір бәрібір сені жек көрудің себебін табады. Қызғаншақ адамдар өз қолдарынан келмейтінін жиі сөз қылады, айыптайды және сынай береді. Шындығында олар ешқашан ондай биіктерге қол жеткізе алмайды. Сенің қайғың ол тек сенікі. Жақындарың саған қаншалықты қайғыңа ортақ болғанымен, олардың ешқайсысы сенің бойындағы ауыртпашылықтың тек жартысын да сезіне алмайды. Өмірдің 4 заңын ұстансаң бақытты боласың. Сені жүрегімен сүйетіндер үшін өмір сүру керек. Кімге арқаңды сеніп тапсыра алатын болсаң, сонымен дос болу керек. Жағымды адамдармен әңгіме құрып, сені бағалай білгендерге алғыс білдіру керек. Адамдарды кедейлік пен байлық білдірмейді, тек қызғаныш пен тойымсыздық. Өмірдегі ең қиын таңдау ол алдыңдағы көпірлердің қайсысынан өтіп, қайсысынан өрттеп кету екендігі болып саналады.
Егер сен өз өміріңді бұзғың келмесе, дәл қазір өз өмірін бүлдіріп үлгергендерден аулақ бол. Егер видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.